Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздер күн сайын осы жасанды интеллекттің көптеген мүмкіндіктерімен танысып, өздеріңізге қажетті жақтарын алып жатырсыздар. Жалпы жасанды интеллекттің мұғалімдер үшін мүмкіндігі өте зор. Сіздер аз ғана уақыт ішінде өз жұмысыңызды жеңілдетіп, өзіңізге қажетті ақпараттарды, әдіс-тәсілдерді алуыңызға болады. Енді тағы да бір жасанды интеллекттің мүмкіншілігі бұл quizcode.com деп аталатын платформа арқылы сіздерге әртүрлі формада тапсырма құрастырып береді. Ол үшін міндетті түрде тіркелу жұмыстарын жүргізесіздер. Содан соң викторина жасау батырмасын басып, осындай quizcode деп аталатын жасанды интеллекттің түріне өтесіздер. Яғни өзіңізге қажетті сіздер әртүрлі формада тапсырмаларды жасанды интеллект өзі автоматты түрде сіздерге құрастырып беретін болады. Бұл жерде жүктеп салулар, өзіңіз қажетті файлды жүктеп, сол арқылы тапсырманың түрін құрастырсаңыз болады. Немесе мәтін енгізу арқылы, одан кейін тақырып енгізу арқылы, одан кейін кез келген браузердің сілтемесін немесе YouTube сілтемені қойып, осы жерге тапсырма құрастыруға болады. Енді бүгін мен сіздерге жүктеп салулар мен қалай жұмыс жасауға болады, сол туралы көрсететін боламын. Выберите файл деген жерге өзіңіз сұрақ құрастырғыңыз келген файлды жүктеп қоясыз. Файл жүктелді, одан кейін мына жерден сұрақтың түрін таңдайсыз. Көп таңдау, шын немесе жалған, қысқа жауап, бос орын толтырыңыз, сәйкестік деген сияқты әртүрлі форманы таңдауға болады. Одан кейін мына жерде міндетті түрде қазақ тілі қамтылғандықтан қазақ деген тілді таңдаймыз. Енді келесі батырмасын басамыз. Келесі батырмасын басқаннан кейін бізде жүктеп салынуда, яғни жүктеліп жатыр. Біздің файлымыз жүктелді. Енді мына жерде химия пәні бойынша цифрлық білім беру. Осындай файлды салған болатынмын мен жаңа. Енді осы қандай сұрақтар, қандай формада құрастырылды, соны көрейік. Маған автоматты түрде осындай тест жұмысын дайындап берді. 38 тест шыққан екен. Енді жауап беріп көрейік. Дұрыс емес. Яғни мен өздеріңіз көргендей, мен енгізген файл арқылы осындай 38 тесттен тұратын сұрақты құрастырып берді. Осындай керемет платформа, әртүрлі формасын таңдап, өзіңізге қажетті формада тапсырманы құрастырып алсаңыз болады.